Бүгін Фараб кітапханасында мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күніне орай дәуір мен дәстүр атты кездесу кеші өтті. Толығырақ келесі бейне сюжеттен көріңіздер. Бүгін Фараб кітапханасында мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күніне орай дәуір мен дәстүр атты кездесу кеші ұйымдастырылды. Кездесудің басты қонағы композитор, жазушы ақын Бекжігіт Сердәлі. Кездесудің мақсаты жастарға ұлттық құндылық пен дәстүрдің маңызын түсіндіру. Кездесу барысында жазушы композитор Бекжігіт Сердәлі қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрінің маңызын айтып, өзінің шығармашылық жолымен бөлісті. Сонымен қатар жастарды ұлттық құндылықтарды құрметтеуге шақырды. Енді осы кісімен жалпы дәуір мен дәстүр жайлы. Өткен дәуіріміз, бүгінгі дәуірлер дөңгелеп заман ауып жатады, ал дәстүрше. Дәстүрдің де озығы бар деген сияқты. Осы заманға сай дәстүр қалай айнып келе жатыр, қалай өзгеріске ұшырап жатыр. Біз дәстүрімізді нақты ұстай алып келе жатырмыз ба? 10 күндіктің аясында біз қазір қазақы дәстүрімізді, өзіміздің салт дәстүрімізді дәріптеп жатырмыз. Осы тұрғыда қазіргі жастар дәстүрді қалай ұстанып жүр? Дін мен дәстүрдің арасы, заман мен дәстүрдің арасы. Дәуір жаңарған сайын біз жаңарып келе жатырмыз ба? Жоқ әлде ескі дәстүріміз сол күйінше қалу керек па? Жан сан қырынан осы жайында әңгіме өрбитін болады. Студенттер мен қатысушылар қонаққа өз сұрақтарын қойып, ұлттық мәдениет пен шығармашылық жайында пікір алмасты. Бүгінгі жастар әсіресе қазақтың ұлттық киім киіп, бренд болып жатқан түрлі біздің этно киімдерді киіп жүруден ұялмайтын болды. Бұл жақсы, қуанарлық жағдай. Демек біздің жастарымыз үлкендер айтып жүргендей салт дәстүрді алшақтап барады деген ойды бұзады. Біздің жастарымыз қандай бір ұлттық іс-шара болсын, соның басқасында жүреді және өздерінің ерекше сыртқы келбеттерімен танылып жатады. Әсіресе мына шетелге барған кезде біздің ұлттық киіммен қазақтың қыздары, қазақтың жігіттері жүрген кезде ерекше шетелдіктер бөтен күйде болады. Мен енді көбінесе өз шығармашылығымда әсіресе ғылыми жұмыстарымда болсын, мақалаларымда болсын, жазбаларымда болсын, әндерімде болсын, ұлттық құндылықтарды насихаттауға тырысамын. Қазір мынау ел ішінде жүрген кейбір келеңсіз құбылыстарды әсіресе көбірек жазып, жастарды ғана емес, үлкендердің де санасын оятуға тырысамыз. Дәуір мен дәстүр атты кездесу кеші жастарға ұлттық мәдениеттің маңызын түсіндіріп, дәстүр сабақтастығын насихаттауға бағытталды. Мерей Батыр, Әубәкір Анарбайұлы, 7-7 News.